Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қазақ халқының ұлттық тағамы құрттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге ол үшін таза табиғи сиыр сүті керек болады. Қаймағы айырылған сүтімді осылай сырлы табаққа құйып қойған болатынмын. Бұл 24 сағаттың ішінде ұйыған болатын. Негізі жаз мезгілінде одан да жылдам ұйыйды. Осындай алдын ала дайындап қойған дорбамызға бұл ұйыған сүтімізді құятын боламыз. Бізге сары суын бөлек, сүзбесін бөлек ажыратуымыз керек болады. Дорбамыздың матасы сүзбеміз шығып кетпейтіндей тығыз мата болғаны дұрыс. Сүзбеміздің сары суы толықтай ажырау үшін бұны мен сыртқа іліп қоятын боламын. Достар, сүзбеден бөлінетін сары судың пайдасы туралы ақпаратты менің YouTube каналымнан көре аласыздар. Сүзбеміздің суы толықтай ағып болғаннан кейін тас секілді ауыр затпен бетін бастырып қоюымыз керек. Міне біздің сары суынан айырылған сүзбеміз дайын. Енді біз арасына тұзын салып, араластырып, қолымыздың көмегімен құрт жасайтын боламыз. Менің сүзбем қатты тығыздалып қалыпты, бірақ ештеңе етпейді. Бұдан ертеректе алсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұзын салып, араластырып, қолыңыздың көмегімен қажетті пішінді формада құрт жасайтын боламыз. Қаласаңыз, екі қолыңыздың көмегімен жасасаңыз да болады. Менің творогымнан осындай ғана көлемді шығатын болды. Және ірілеу жасадым өзім қалауым бойынша. Міне осындай керемет құрттар шықты. Кепкеннен кейін көлемі аздап кішірейеді. Достар, және де құрттың екінші жасалу жолымен бөлісейін дедім. Бұл сүзбе піскен, қаймағы айырылмаған сүттен жасалды. Міне қарасаңыздар, сонда былшырақ болып тұр, және толықтай суы кетпеген. Бұны қолыңыздың көмегімізбен домалақ етіп жасағанға ыңғайлы. Міне осындай домалақ сүзбелер жасап шықтық. Қаймағы айырылмаған сүзбе болғандықтан бұл құрт майлы құрт болады. Міне достар, осылай жасалған құрттарымызды сыртта кептіріп алатын боламыз. Бетін шаңнан қорғау үшін мәрілімен жауып қойсаңыз болады. Достар, міне құрттарым кепті, 2 күндей өтті. Осындай болып кебеді. Одан әрі дорбаға салып кептірсеңіз де болады. Құрттарым өте дәмді болып шықты. Сіздер де осындай құрт жасап балаларыңызды қуантып қойыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.